Күйеуімнің 30 жасына арнап осындай торт жасадым. Ең қызығы, бұл торттың салмағы 3 кило 200 грамм болып шықты ғой. Ал оны жасауға небәрі 1,5 сағат қана уақытым кетті. Осындай көтерілген пышный әдем бисквит шықты. Бұл бисквитке мен разрыхлительді сода да қоспадым. Тек 3 қана ингредиент қолдандым. Он жұмыртқа және қант. Ал осы үлкен торттың барлық шығыны шамамен 10 мың теңге ғана болды ғой. Кондитерлер бұл торттың килограммын 6-7 мыңнан жасайтын болса, 20-25 мың кететін еді. Бұған өз мейірімімді қоса отырып, осылай керемет туынды пайда болды. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Ең бірінші жұмыртқаның жалғыз өзін миксерлеп, осындай кішкене көбіктер пайда болғаннан кейін қантымызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Шамамен 10-15 минуттай. Жақсылап миксерлеген кезде осындай көбік пайда болады және сызық болып сызған кезде міндетті түрде сызылуы керек, қыздар. Оған дейін ұнды ертерек қоспаңыздар. Және ұнды міндетті түрде електен өткізіп, 3 немесе 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып, төменнен жоғары қарай араластыратын боласыздар. Себебі арасындағы ауалар шығып кетіп, бисквитіңіз төмен түсіп қалуы мүмкін. Мінекей екінші рет мен ұнды бөле отырып, електен өткізіп салып жатырмын. Міндетті түрде осылай 3 рет жасаңыздар. Осы айтқан лайфхактарымды пайдаланатын болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде керемет бисквит болып шығатын болады, қыздар. Ал егер бір торт жасайтын болсаңыздар, мен 2 есе көлемде жасап жатқандықтан менде үлкен болып шықты. Ал егер бір торт жасайтын болсаңыздар, 5 жұмыртқа, 150 грамм қант, 150 грамм ұн қосатын боласыздар. Мінекей осындай 2 кальцоны алдым. Менде диаметрі 20 диаметрден пайдаландым. Астына осылай массам ағып кетпес үшін фольганы төседім. Және де, қыздар, маңызды жайт, осылай фольганың тек астыңғы бөлігіне ғана сұйық майды жағатын боламыз. Жан-жағына, кальцоның жан-жағына мүлде сұйық май жақпаңыздар. Себебі бисквит көтеріліп жатқанда сұйық маймен төменге қайтадан түсіп кетуі мүмкін. Мінекей бисквиттерім дайын болды. Менің бисквиттің қамыры осылай 2 бөлікке бөлдім. Менде үлкендеу, биіктеу бір кальцо, менде биіктеу, бір кальцо аласалау. Биіктеуге кішкене көбірек, аласасына кішкене азырақ құя отырып, 2 бөлікке бөлдім. Фольганың асты жұмсақ болғандықтан бірден табаның үстіне қойғандарыңыз дұрыс, және бір-екі рет сілкіп алғандарыңыз дұрыс, ішіндегі ауалары кететін болады. Мінекей бисквиттерім өте көтеріліп әдемі болып пісті. Енді бисквит суығанша біз кремін дайындайтын боламыз. Крем үшін бізге творожный сыр және қантты жақсылап миксерлеп алатын боламыз, біркелкі болғанша. Және сливки міндетті түрде салқын болуы керек. Жақсылап араластырып, содан кейін ғана аузын ашып құятын боламыз. Міндетті түрде 33% сливки болуы қажет. Жақсылап араластырсаңыздар, қою біркелкі өте әдемі, жүректі айнытпайтын керемет крем пайда болады, қыздар. Шамамен 5-7 минуттай араластырғаннан кейін осындай қоюлықтағы крем пайда болады. Одан артық араластырудың қажеті жоқ. Көп араласқан сайын сұйық болып кетуі де әбден мүмкін. Мен осындай арнайы кондитерский қапшықтарға салып, алдын ала дайындап алатын боламын. Менде 4 кондитерский қапшықтағы кремдер пайда болды. Алдын ала осылай бөліп жасасаңыздар, уақыттарыңыз да эконом болады, әрі жұмыс жасағанда өздеріңізге де тиімді болары анық. Қыздар, осы аралықта мінекей менің бисквиттерімде суыды. Міндетті түрде осындай тіс шұқығышты тығып көрсеңіздер, суланбай әдемі құрғақ болып алынуы керек. Демек, біздің бисквиттеріміз суып, өте әдемі болып дайын тұр деген сөз. Мінекей фольгасынан шешіп алып, ыдысына қалыбынан шешіп алатын боламыз. Айтпақшы, қыздар, осы орайда айтып кетейін, менің каналым өте пайдалы. Міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көріңіздер. Сонымен қатар менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар. Мінекей менің бисквитім осындай көтеріліп күшті болып шықты. Сенесіздер ме, 3-ақ ингредиентпен осындай бисквит пайда болды, қыздар. Менің айтқан лайфхактарым пайдалансаңыздар, сіздерде міндетті түрде осындай бисквит пайда болатын болады.
Менде жалпы 5 корж пайда болатын болады. Кішкентай бисквитті 2-ге, ал үлкен бисквитімді теңде 3 бөлікке бөлетін боламын. Мінекей арасының барлығы піскен, өте керемет болып шықты. Мына көтерілген бисквитті айта алмаймын қыздар. Пышный өте күшті болып шықты ғой. Міндетті түрде жасаңыздар. Уақыттарыңыз да эконом. Басқа Whoopie Pie, мысалы молочная девочка торттарына қарағанда өте бюджетный торттардың бірі, сонымен қатар уақытыңызды да экономдайтын торттардың бірі. Қыздар, бұл тортқа, яғни классикалық бисквит тортына міндетті түрде пропитание қажет. Ал пропитание үшін мен сүт және қантты араластырып пайдаландым. Мінекей енді кольцомызға жинайтын боламыз. Подложкаға азғантай крем жағып, сырғып кетпес үшін ортаға жылжытып, мінекей пропитаниямызды жағатын боламыз. Негізі сумен пропитка жасауға да болады, бірақ сүтпен жасасаңыздар өте дәмді болары сөзсіз. Енді әдеттегідей кремін жағатын боламыз. Бисквиттен кейін үстіне бананымды, осылай туралған банан бөліктерін біркелкі қылып жайып шықтым. Және оның үстіне осындай соленый орехпен жаңғақты араластыра отырып жағып, осы Махеевтің арнайы карамель, яғни тәттілерге арналған карамелін пайдаландым. Және үстінен тағы да крем жаға отырып, біркелкі қылып жақтым. Дәл осы этап енді 4-5 рет қайталанатын болады қыздар. Осы орайда сіздермен мысалы жақындарыңыздың туған күні келген кезде мен көбінесе тортты өзім жасаймын. Әрине, кейде қисықтықтар да болады, оған мән бермеймін. Көбінесе жасай қолым үйреніп келе жатыр. Мен арнайы кондитер емеспін, кондитерді оқыған да емеспін. Самоучка дейді ғой, ютубтан қарап өзім әртүрлі десерттерді жасағанды өте қатты жақсы көремін. Мысалы, осы тортты килограммы 3 кг 200 грамм болып шықты. Кондитерлерге тапсырысқа жасататын болсаңыздар, килограммын 5 мыңнан басталады. Мысалы 5 мың, 8 мыңға дейін барады. 3 килограмм торттың 20-25 мыңдай болуы мүмкін. Декорына тағы қосасын дегенде. Ал дәл осы құраммен өзіңіз жақындарыңызға жасасаңыз, әрі махаббатыңызды, ерекше ықыласыңызды барлығын қоса отырып жасайтын боласыздар қыздар. Сонымен қатар бұл тортты алған адамның да эмоциясы, қуанышы өте көп болары сөзсіз. Былайша айтқанда, бір жағынан эконом, бір жағынан тортқа тек тортты сыйлап қоймай, ол торттың ішінде махаббатыңызды, мейіріміңізді, жылулығыңызды, барлық эмоцияңызды да қосып сыйлайсыз. Мен қатар кез келген тортты барынша түнде жасаған дұрыс, немесе туған күн иесіне беруден 1-3-4 сағат, кемі 2 сағат бұрын жасап қойсаңыздар, кішкене торт пен крем бір-біріне сіңе отырып, өте дәмді болары сөзсіз. Мінекей енді соңғы этабы қалды менде. Осыны жаға отырып, арасына начинкаларын салып, соңғы бисквитін бетіне қоятын боламын. Менің каналымда төменге қалдырып кететін боламын. Молочная девочка, бюджетный Whoopie Pie пирожные, кез келген десерттердің нақты тексерілген түрлерін таба аласыздар қыздар. Көзіңізді жұмып істесеңіздер де бір жасағынан 100% шығады қыздар. Мінекей дайын болды. Енді осы кольцосынан шешіп алатын боламыз. Ары қарай қалған кремдерді жан-жағына жаға отырып, біркелкі қылып тегістеп алатын боламыз. Бұл жерде мен асығып жасадым. Менде сенесіздер ме, бар жоғы 1,5 сағат қана уақытым кетті. Дәл осы креммен жасасаңыздар, дәм өте күшті болып шығады ғой қыздар. Жүректі айнытпайтын керемет крем. Аузыңа салсаң, тек еріп кетеді ғой. Аузыңа салып тұрсаң болды бұл тортты. Мінекей жан-жағын барлығын тегістедім. Осылай және мысалы қыздардың туған күніне көбінесе гүл сондайларды қойып декор жасаймыз ғой. Бірақ ұлдардың туған күніне көбінесе қандай декор жасайтынымызды білмей қаламыз. Мен мысалы көбінесе минимализмді пайдаланамын. Мінекей артылған кремдерімді жан-жағына осындай насадкамен жаға отырып, минимализммен жолдасым, яғни күйеуім 30 жасқа толғандықтан осындай 30 деген топперді ортасына салдым. Және кішкене эффект беру үшін сары және қызыл посыпкаларды ортасына септім жан-жағына. Мінекей 30 деген топперді және туған күніңмен деген топперлерді пайдалана отырып, осындай минимализммен 1,5 сағатта 10 мың теңге бюджетпен өте керемет 3 кг 200 грамм торт шықты.